қалқанша безге сіз күнделікті 500, кем дегенде 400-500 микрограмм йод беруіңіз керексіз. Егер де ол йод ағзасына түспей жатса сізге, демек сізде гипотиреоз деген диагноз пайда болады. Гипотиреоз. Гипо деген жетіспей жатыр. Йод жетіспей жатыр деген сөз екен. Түсіндіңіз бе? Ал сіз күнделікті 500 микрограмм йод алу үшін, 500 демек қойықшы, 100-ін ғана айтайық, 100 микрограмм йод алу үшін сіз 3,5 килограмм сиырдың етін жеу керек екенсіз бір күнде. А бізге 500 микрограмм керек. Демек 3,5-ды сіз 5-ке көбейтесіз. Представляете? Сонда қанша болды? 15 па 20 килограмм ет жеу керек. Ана йодты алу үшін. Жапондар бір күнде 1500-1600 микрограмм йод жейді екен, қолданады. Соның нәтижесінен йод мықты түсіп отырса адамда, бірінші ойы өткір болады. Ой өткір болады. Дамуы, мидың дамуы, ойлау қабілеті. Ғылым ғой, ғылым. Сол үшін де йодқа жақын, море продуктіге жақын жапондар, басқа да мемлекеттердің ойы өткір бол, баланың дамуы, ойының дамуы күшті болатын сондықтан екен. Сол үшін де йод именно баланың ой жүйесін, именно баланың миы жүйесін, жүйке жүйесін, нервтік жүйелерін барлығын дамытуға күшті көмегін тигізеді екен. Сүйектің өсуін, өйткені қалқанша қалыпты болатын болса, ол защита, ол қорған, қалқан деген сөз, қорғап тұр деген сөз. Щит дейді ғой, щитовидная железа. Қалқаны кеткен адам ол бәрі кетті деген сөз, шашылып қалды деген сөз. Сол үшін де йод жетіспегеннен кейін адамда не болады? Йододефицитный жаңағыда гипотиреоз деген ауру пайда болады. Түрінен уже білінеді уже. Шаш уыстап түсе бастайды, құрғай бастайды, әл кетеді, ұйқы кетеді, настроение кетеді, депрессия, жабығу, сәл бір нәрсе болса ашуланады, немесе жылай салады, ТТГ-сі көтеріледі, тиреотоксидный, аутоиммунный тиреоидит дейді. Бір пішек балаларға 1-2 пішектен, үлкендерге 4-5 пішектің өзі қаншама адамның бірден көзін шайдай ашады, бірден жаңада ұйқысын реттейді, бірден айнала айтып жатыр адамдар, отзывтар дейді, мен шашырап жүрген ойымның барлық бір жерге жинап қойды дейді. Сондай бұл. Шашырап жүрген, не үлгере алмай анау мынау бүкіл бықсып жүрген ойыңыздың бәрін жинап, адамды жүйеге келтіріп тастайды. Бір йодтың өзі ғана. Тілдің астынан себіледі, балаларға да күшті, приятно. Даже мынаны бет жоғары болып қоймасаңыз, балалар қайда-қайда келіп себеді екен. Себебі неге? Өте дәмді и өте тәтті. Енді бұның ішінде йодты қайдан алған десеңіз, бұл японский ламинария екен.